Пандемия басталғалы сот жүйесі онлайн режимге көшті. Қашықтықтан қаралған істердің саны күніне 4500-ден асты. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Ержан Қарабаевтың айтуынша, бастапқыда сот процесіне тараптар наразылық білдірсе, қазір онлайн форматты тиімділігін түсіндірді. Жалпы өткен жылы 2235 қылмыстық іс қаралды. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 190 іске көп, ал керісінше 2020 жылы азаматтық істер саны азайған. Былтырғы жылы 2019 жылмен салыстырғанда 8000-ға жуық азаматтық істер аз қаралды. Ол тағы да қайталап айтып кетемін. Келген істердің барлығы заң талаптарына сай судьялармен қаралуда, бірақ дегенмен заңға өзгерістер енгізілуіне байланысты кейбір санаттағы азаматтық істер сотқа дейінгі татуластыру рәсімдерін қолдану және сотқа дейінгі дауды шешу мәселелері сот заңмен белгіленгендіктен арыздардың сотқа түсуі азайды. Әкімшілік істер бойынша да жалпы 4000-ға жуық әкімшілік істер азайды.